Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде әзірге шекем 100-ге жақын жоғары білімдендіру һәм ілім зерттеу мекемелерімен бірге істесу шартнамалары, меморандумдар қол қойылған. Содан 2023-2024 жыл аралығында 80-ге шамалас сырт ел оқу орындарымен бірге істесу шартнамалары һәм меморандумдар түзілген болса, ал 24-25 жылдары 30-ға жақын шартнамалар қол қоюға ересілді. Атап өтетін болсақ, сырт елі бірге істесуші университеттер қатарында Малайзия, Россия, Италия, Испания, Португалия, Қазақстан, Австрияның бірқатар университеттерімен шартнамалы бар екенін атап өту керек. Бұндан тысқары халықаралық шеріклік, білімдендіру һәм мәдениет шөлкемдері есептелінген Erasmus+, Койка, Джайка, Тика, ГИЗ, British Council шөлкемдеріменен тығыз шеріклік байланыстар орнатылған. Бұндан тысқары Китайдың Тяньжин Норма университетіменен осы жылы шет тілдер факультетіне 2 студентімізді Китайға жіберуге муаффақ болды. Көз рейтингі атап өтетін болсам, әзіргі уақытта 2024-2025 жыл ноябрь айында шыққан нәтижесінде Қарақалпақ мемлекеттік университеті Азияның ең жақсы университетлері көз World University Rankings Азия 2024 топ мыңлыққа қатарына Өзбекстанда 14 университет кірген болса, ал осы жылы 2024-2025 оқу жылында Азия 2025 жоғары оқу топ мыңлық рейтингіне Өзбекстанда 23 университет кірді. Һәм Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті Азия мемлекеттер арасында жоғары орындар топ мыңлық рейтингінде 633 орынды иеледі. Орайлық Азияда 39 орынды иеледі. Ал осы рейтингде Өзбекстан Республикасы жоғары орынлары арасында 8 орынды иеледі. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетімізде халықаралық тәжірибе алмасу һәм студенттердің кәсіптік мамандығын арттыру мақсатында Work and Travel бағдарламасы табысты әмелге асырылып келмекте. Бұл бағдарлама шеңберінде студенттер сырт мемлекеттер жұмыс істеу һәм тәжірибе арттыру имканиетіне ие болмақта. 2023-2024 жылы Германия һәм Болгария мемлекетіне 145 студент жіберуге ие болдық. Ал осы жылы 2024-2025 жыл оқу жылына студент жастарымыздың жазғы демалыста келу уақытын өткізу мақсатында 100-ден зият оқушыларымызды, студенттерімізді Германияға, ал 120 студенттерімізді Болгария мемлекеттеріне жіберуге муаффақ болдық.